Троя сұрапылы және оның батырлары. Ақылы ауысқан Одиссей. Бірінші бөлім. Ахей қалаларын Осса қауесет кезіп жүр. Жай кезіп жүрген жоқ. Қаушепке тиген өрттей өршіп, тілін сумаңдата кернейлетіп, кек қайыруға шақырады. Сұрапыл соғыстың тақау екенін айтып жар салады. Уа, мыс құрсанған, кіреуке жамылған ахейліктер! Спартада Менелай патшаның сарайында не болғанын білесіңдер ме? Менелайдың әйелі таңғажайып Еленаны троялық патшаның баласы Парис алып қашып кетіпті. Қараниет троялық орман құсының ұясына кірген әбжыландай Менелайдың үйіне келіпті. Патшаға дос болғансып, сиқырлап, Еленамен бірге алыстағы Трояға зытып отырыпты. Менелай мен оның ағасы Микен әміршісі Агамемнон енді Троямен соғысып кек қайтармақ. Олар бүкіл Ахей халқын көмекке шақырады. Оларға әділетсіз зұлымдықтың жазалаушысы Зевс жар болсын. Ұрлықшыға өлім келсін. Троялықтарға қырғын тисін. Ахейдегі кез келген үйдің әңгімесі тақалып қалған соғыс туралы болды. Бұл хабарды алыстағы Итакаға Одиссейдің ескі досы Тафиялық Ментес әкелді. Екі дос патша үйінің алакөлеңке мегаронында отыр. Олардың алдындағы стол үстінде буы бұрқырап, кесек-кесек ет тұр. Оған тақау үйеме табақ, қарамық, зәйтүн жемісі қойылған. Ал столдың шетін алакөк пияздың дөңгелек турамдары жатыр. Күміс корзинкеден қызара піскен жалпақ нан көрінеді. Патша жалшысы тап-тапал құныс Эврибат қырлы ыдыстарға хош иісті шарап толтырды. Одиссей досын сыйлаумен бірге оның сөзіне де зейін қоюда. Итаканың дана патшасы бір кезде Менелай үшін құр бекер мазасызданбаған еді ғой. Сұлу Елена үшін сұрапыл соғыс. Спарталық тәкаппардың сұлу ажары Менелайға не көрсетерін қарай көр. Ахейліктерден атриттарға кімдер қосылды, деп сұрайды Одиссей. Ең алдымен Пилостың қарт патшасы Нестор қолдады, деп жауап берді Ментес. Жастық қызу әлі де қайта қоймағаны көрініп-ақ тұр. Сонсон атриттардың туысы әрі досы Крит патшасы Идаменей де өз көмегінің дайын екенін білдіріпті. Есінде ме, Спарталық Еленаның күйеуі қажет етсе болғаны, оларға баяғы ант бергендердің бәрі де қосылуға тиіс қой. Өз аргивяндарымен жаужүрек Диамет те жорыққа әзір. Локрлік және Теламониттік екі Аякста әскер жинап жатқан көрінеді. Басқалары да толып жатыр. Менелай мен Агамемнон Трояға қарсы соғысқа аттану үшін қаладан қала қоймай аралап, Ахей патшаларын қайрап жүр. Меніңше, олар саған да соқпай кетпес. Баяғы анттың бел ортасында да сен де болдың ғой. Шындап келгенде, Ахей атаулы осы бір айтулы жорыққа кетер емес. Әрі-беріден соң Менелайды қорлаған үшін, Аргивян қызын алып қашқаны үшін троялықтар бармаған шайнайтындай етіп, Илионның өркөкірек ұлдарын біраз үйрету керек. Оны айтасын, жас жауынгерлердің өзі де қажыр қайратын көрсету үшін жат жерге баруға асық. Трояның байлық берекемен даңқы шыққан ғой. Әрбір ахейліктің көкейін тескенде жарық олжасы. Біз кемелерімізді алтынға, мыс пен темірге сықап қайтатын боламыз. Бізге троялық ақсүйек әйелдердің ішінен тамаша-тамаша ісмер күндер табылады. Әйелдерімізді Финикия матасымен мұздай киіндіріп, қолдарына Приам патшасының мол қазынасынан алтындатқан сақина білезік тағамыз. Ментес осы сөздерді айтқанда Одиссей еріксіз палата түкпіріндегі есікке қарап қойды. Ол есік патша үйінің жоғарғы қабатындағы әйелдер бөлмесіне алып барады. Сонсон ойлана отырып сөзшен досына жауап қатты. Жеткізген хабарын үшін тәңір жарылқасын, Ментес. Сен маған үлкен қызынмен көрсеттің. Алайда даңқыдан басқаны қаперіне де ілмей, майданға тұра жүгіру албырт жастың ғана ісі. Ақылды да табанды еркек ұрыстан жасқанбақ емес, бірақ арына дақ түспес үшін алдын ала жан-жақты ойланғаны жөн. Саған қызмет көрсетуге қашан да қуаныштымын ғой, Одиссей, деп жауап берді Ментес. Бірақ сенімен қоштасқым келіп отыр. Менің кемем қазір Ретордың алыс айналасында тұр. Сондықтан кешкі желдің сәтін пайдаланып жүріп кеткенім жөн болар. Ертеңге дейін аялда, деді Одиссей. Түнімен тынығасың, таңертең салқын суға түсіп бой сергітесің. Ол арада мен саған сәлем сыйлық әзірлетермін.
Жоқ, мен ұстама достым, деді Ментес. Темезаның жат тілдерінен қыруар мыс айырбастап алдым. Енді соны Тафияға жеткізгенше асықтым. Тафиялықтар да жорыққа әзірленіп жатқан болар. Оларға мыс ауадай қажет. Қош бол, мейірімді Одиссей. Біз енді Ахей әскерлері бас қосатын Авлидада кездесерміз. Ментестің кетіп қалғанына біраз болғанды. Ал Одиссей қара көлеңке тарта бастаған палатада әлі отыр. Ол қонақ айтқан әр сөзді ой елегінен өткізуде. Әрине, атриттер Одиссейді жорыққа қатыстыруға тырысып бағады. Бірақ олардың дегеніне бірден көне қоймау керек. Алдымен бір рет бос әуре боп қайтсын. Тәкаппар Агамемнон Одиссейді көндірудің қиын екенін көрсін. Кішкентай ғана Итака патшасынан ахейліктерге ауадай қажет екенін сезсін. Егер Лаэрттің ұлы атриттерге көмектесуге көнгендей болса, оны өздерінің абыройы санасын. Қолына шырақ алып кірген күндер қараңғы палатаға жарық берді. Одиссей үй ішінің үйреншікті көрінісіне көз тастады. Екі қатар ағаш колонналар бел ағашты тіреп тұр. Қабырғалар мен төбелер түтін ысымен қарайып кеткен. Айқыш-ұйқыш түскен шырақтардың сәулесі терезесі жоқ палата ішін жарқыратып, жылы леп беріп тұр. Жоғары көтерілген түтін қабырғадағы саңлаудан шығып жатыр. Үй қабырғаларында айқасқан найзалар, қылшақты дулығалар, жезбен құрсаған дөп-дөңгелек бұлғары қалқандар ілулі тұр. Қару-жарақты да ыс қауып қарая бастаған. Бұлардың ішінен бір берегін таңдап қою керек еді, деп ойлады Одиссей. Сон ыстағынан арылтса. Мұны білсе үй ішім жылап-сықтап әбігерленіп бағады. Пенелопаның күйі не болмақ? Соғысқа аттануға бел буғанымды қалай сездірсем екен? Қалай жұбатпақпын? Атриттердің айтқанына көнуден осы қиын болмаса, не қылсын? Сол кезде сырттан әйел даусы естілді. Іле палатаға Пенелопа кірді. Соңғы 4 жыл ішінде ол баяғы Спарта қаласының іргесіндегі зәйтүн орманының ішінде Одиссейге алғаш кездескендегісінен әлде қайда әдемілене түскен. Пенелопаның соңынан күтуші әйелдер ере келді. Олардың бірі патшайымға былқылдақ шалқалма орындық ұсынып, екіншісі аяғының астына кішкене тиянақ қойып еді. Үшінші біреуі кәзеңкедегі шүйкеленген қара жүн мен ұршыққа қол жалғады. Патшайым Одиссейдің қарсысына жайғасқан соң іске кірісіп кетті. «Ұлымыз ұйықтап жатыр», деді ол Одиссейге. Оны күтуші Эвриклейдің байқауында қалдырып, өзім осында келдім. Келген қонағың кім? Не жаңалығы бар екен? Сен оны білесің, деп жауап берді Одиссей. Тафиядағы Ментес қой. Эпирден келе жатқан бет екен, жолай маған соғақ еткісі келіпті де, таңғаларлық жаңалығы бар екен. Пенелопа ұршығын лып еткізіп, үйіріп жіберіп әңгімеге құлақ салды. Ол өрнекті майта тоқу үшін қой жүнінен жіп-жіңішке жіп иіріп отыр еді. Одиссей Ментестің жаңалығын айтқан кезде патшайымның иіріп отырған жібі шатасып, ұршығы қолынан түсіп кетті. Елена Приамның ұлымен бірге қашып кетіпті. Менелай ахейліктерді соғысқа шақырып жүр. Бұл сұмдықты естігенде Пенелопаның жүрегі тоқтап қалғандай болды. Әсіресе Одиссейдің, білмеуші едім, осыдан 4 жыл бұрын қажет еткен шағында Менелайға көмекке келу үшін барлығымыз ант еткенбіз, деген сөзін естігенде Пенелопа еңіреп қоя берді. Сон көз жасын төге отырып ашумен айғайлап сөйледі. Өтірікші, сенің басқада берген антың бар. Біздің Телемак туғанда ендігәрі кезбелігінді қойып, алыс жаққа жүрмеуге маған ант бергенсің. Еленада қандай шаруан бар? Кішкене Гермион мен күйеуін тастап кетуді ар көрген ол Трояның күлін көкке ұшырсаңдар да енді кейін қайтпайды. Егер бізді, мені, ұлымды соғысқа жақсы көрмейтінің болса, бұл соғысқа бармайсың. Бізді панасыз, сүйенішсіз жалғыз қалдырмайсың. Пенелопа тағы да еңіреп қоя берді. Одиссей болса, оны қолынан ұстап тіл қатты. Саған ант бергенім рас. Аттануға мәжбүр етпесе, ешқайда шықпаймын деп тағы да ант берейін. Еш себепсіз Менелайдың бетін қайтара алмаймын. Бірақ берген анттан құтқаруды мен одан сұранып көрейін. Осындай Менелай ғана емес, Ахейдің бар патшасы келіп қолқа салғанда, соның бәрінен шынымен-ақ айламда асыра алмас бекем? Мәңгі өлместердің ішіндегі данасы, ақжарқын Афина, Паллада жар болсын де. Одиссейдің сөзі Пенелопаның көңілін аздап орнықтырды. Ол жоғарыдағы өзінің бөлмесіне кетті. Одиссей жалшы Еврипатты шақырып алды. Таштек бүкірдің түрі қап-қара, ұсқынсыз еді. Бірақ сол сиықсыздығына қарамастан ақылдақ.
Одиссей оның шын берілгендігін қадірлеп, берген кеңестеріне құлақ асып отыратын. «Мейірімді Эврибат», деді Одиссей, «маған сенің көмегің қажет болып тұр. Ертең құдіретті Эостың нұрлы шапағы білінісімен желаяқ хабаршыны Эрмей қырқаларына жөнелді. Егер айлаққа келіп кірген кемені көзі шалса болды, іле сол хабарды саған жеткізетін болсын. Сен әзірше менің ең сүйікті досым Палетке бар да, одан көмек кеңес сұрайтынымды айт та, осында ертіп кел». Екінші бөлім. Абажадай қара кеме Элиданың жайпақ жағалауынан өтіп, жартасты Ион аралдарына жақындап келе жатты. Биотияның, Микеннің, Аргивианның жауынгер теңізшілері өз кемесін әдеттегіден 2 есе үлкен етіп жасаған екен. Борт басы сайын 50-ден ескекші отырғызыпты. Дүп қарақауға емес, 2 діңгек біткен. Тұмсық жағындағы тақтайшаның астынан кең де ыңғайлы тұрғын бөлмелер салыныпты. Желкенін жел қаққан кеме теңіз толқынынан жарып, заулап келе жатты. Ескекшілер қарап отыр. Тек тәжірибелі бағдаршы ғана кемеге бағыт беріп келеді. Ал эпир лоцманы болса, кеменің тұмсығына тұрып алып, мұнартқан қиян шетке көз тігеді. Кеме Микеннің билеушісі даңқты Агамемнондікі еді. Халық көсемінің өзі де осы кемеде. Қасында інісі Менелай патша бар. Атриттер, Пилос, Эвбей, Эпир және басқа да Ахей елдерін аралап шыққан. Ендігі бет алысы Итака. Жол бойындағы ахейліктердің бәрі оларды жаугершіл жаттықпен қарсы алды. Шығарып саларда теңіз жағасы шошынған араның ұясы секілді у-шуға көмілді. Ал Итаканың айлакер патшасымен кездесуге олар ыңғайсызданып келе жатты. Тіптен тәкаппар Агамемнонның өзі жолының боларына күмәнді еді. Сол себепті ол осылай қарай бет алғанда інісі Менелайдың ақылына құлақ асып, ахейліктердің ең ақылды деген 2 адамы, Пилостың қарт патшасы Нестор мен Эвбей аралының патшасы әділ де данышпан Паламетті өзімен бірге Итакаға ала шыққан. Кеменің тұмсығында тұрған Агамемнон мен оның 3 жолдасы жарқырай жыбыршыған теңіз бетінен көз алмайды. Менелай Одиссеймен дос ниетте еді. Сондықтан Итакада талай рет болған. Енді міне ол өзінің серіктеріне қастарынан өткен аралдардың атын атап келе жатты. Ол шырайлы Дулихидің егіс даласы мен сауда кемесінің келуіне қолайлы жағалай ағаш өскен Закинфті көрсетті. Одан ары жолаушылар Замның орманмен көмкерілген мұрыншақ жағалауын көрді. Ал Замды айнала бере алдарынан толқын құшағындағы Итаканың өзі де шыға келді. Соп-сопақ, ұзын аралдың құлама қабағы теңізден көтеріле біткен. Оның солтүстік бөлігінде шың басына дейін ағашы сіресе шыққан Нерион тауы зорайып тұр. Нерионның баурайында таулы жайылымдар көгеріп, етегінде емен мен көк ағаштары күлтелене көрінеді. Аралдың оңтүстік аз бөлігіндегі ашық қыраттарда егіні жайқалып, жүзімі мөлдіреп, теңізге қарай сайғылана созылған. Осынау жоғарырақта сарғая бастаған егістіктің ортасында бау-бақшаға көмкерілген қала көрінеді. Агамемнон аралды көзбен шола немқұрайлы үнмен: «Лаэрт баласының патшалығы пәлендей дәулетті көрінбейді ғой», деді. «Итака шалқыған бай емес», деп Менелай іле жауап берді. Алайда Итакалықтар құдіретті де ержүрек және де Одиссей Лаэртит сияқты дана әкімі бар ел көпте емес. Агамемнон мырс етті. Паламет болса ернін тістенді, өйткені бұрын дана деген сөз өзіне ғана бағышталатын. Әйтсе де қолы қасыруға келгенде Итака патшасымен белдесудің қиынға түсетіні расты. Нестор Паламеттің іш наразылығын сезіп қалды. Қарт патша бұл жасында адамдардың әлсіздігін қажетіне жаратуға мақшықтанып алған. Ол Эвбейлікке тіл қатты. «Ақылы асқан Паламет, бұл жерде сенің көмегін бізге ауадай қажет. Одиссей айтуға сөз жетпес қу әрі айлакер. Егер біз асқан ептілік көрсетпесек, Менелайға көмектесуге ант бергенімен оның келісімін ала алмаймыз. Сондықтан сенен өтінерім, бар ақылына салып, дер кезінде қулығына қулықпен жауап беру үшін Лаэртиттің сөзі мен қимылын аңдумен бол». Бұл 2 арада кеме аралды айналып өте берген. Енді жолаушылардың көз алдында айлақ жатты. Оның өзі сұғына созылып, аралды 2-ге бөлген. Ескекшілер желкенді түсіріп, кемені шығанаққа қарай ескекпен жылжыта берді.
Шығанақ түкпіріндегі төніп тұрған жартастардың ортасынан Ная түңгірі қарайып көрінеді. Кеме соған тақала келіп якорь тастады. Осы жерден қалаға қарай күміс зәйтүн көмкерген жол шығады. Оның өзі шығанақты айналып отырып теңізге қарай бұрылады. Сонсон тауды өрлеп сатылана көтеріледі. Патшалар жағалаудағы құмға түсті. Кешікпей серіктерін кемеде қалдырып, өздері қалаға бет алды. Одиссей үйінің кен ауласы қаңғырап тұр еді. Әйгілі қонақтарды не күтуші, не патша жалшысы қарсы алған жоқ. Патшалар кідірін кіреп барып үйге кірді. Олар үлкен палатадан Пенелопаны көрді. Патшайым бетін басқан қалпы кішкене телемақтың бесігіне төне отырған. Қалың шашы қайғы белгісін білдіргендей тарқатылып кетіпті. Келген кісілерге мойын бұрған жоқ. Қонақтардың қасына Одиссейдің жақын досы Полит та қалып қалды. Ауыр қайғыға батқан адамның кейпінде сәлем берді. Оны таныған Менелай тағатсыздана сұрақ қойды. Қайырымды Полит, не себепті қайғыға батып отырсыңдар? Лаэртит бір сұмдыққа ұшырағаннан сау ма? Полит оған күрсіне жауап берді. Құдіретті Менелай, біз ауыр қайғыға ұшырадық. Құдайлардың Одиссейдің есін алды. Оның ақыл ауысқаны соншалық ешкімді танымайтын халге түсті. Тіптен өзінің сүйікті ұлына да көз салған жоқ. Ақыры үй күйін тастап егіс даласына кетті. Сол жерде жер жыртып есінің жоқтығынан бидай орнына тұз сеуіп жүр. Қанша жалынсақ та сөз өтер емес. Үйге де қайтқысы келмейді. Уа күш-қуаттың әміршісі Менелай-ай, егер сендер бақытсыз болған мұндарға барып, ақылын ауыстырып, ессіз қылықтарға итермелейтін өшпенділік құдайы атаудың қаһарына араша боларсыңдар. Патшалар бір-біріне сенімсіздеу қарасты. Сонсон Менелай Политке былай деді. Қайырымды Полит, бұған менің үмітім аз. Ажалды пенденің ішіндегі ең ақылдысы Лаэртитке құдайлардың өзі қол жайса, оның ақыл есін қайтара қою қолымыздан келер ме екен? Сөйткенмен егіс даласына барайық, бейшара болған досымды көріп қайтайық. Сонымен ыңғайсызданып қалған патшалар егіс даласына бетке алды. Олар Одиссейді алыстан ақ көріп келе жатты. Ақыл ауысқан патша бар ынтасымен жер жыртып жүрді. Күнге қарая күйген иығы тершіп жылт-жылт етеді. Соқаның тұтқасын ұстаған бетінде жыртылған жердің тереңде түзу болу үшін түрен таяғымен шірей басады. Соқаға қашыр мен өгіз қатар жегіліпті. Лаэртиттің есі ауысқанына бұл күйінде кім күмәнданбақ? Әдетте тым жер жыртушы соқаға қаруы сай қос өгіз жегуші еді, ал жері жұмсақ болса ұшқыр қашырларды жөн көретін. Бірақ бұл уақытқа дейін қашыр мен өгізді қатар жеккен кісіні жан көрген емес. Аңыз шетінде себу үшін тұқымдық бидайға толтырғандай үлкен себет әзірлеп қойыпты. Бірақ кәрзеңкесіне бидай орнына ірі-ірі сұрқай тұз салыпты. Жыртылған жердің аралығында әбден торыққан адамның кейпінде басын қолына тіреп құныс Эврибат отыр. Патшалар оған жақын келді. Сол кезде жалпы көзінің жасын ағыза отырып, қожасымен сөйлесіп көруін өтіне бастады. Бірақ Менелайдың достық лебізі де, Нестордың сыпайы сөзі де, Агамемнонның кете-кете кінәлауы да ақыл ауысқан Одиссейді селт еткізе алмады. Тіптен жолдастарына мойын бұрмастан өтіп кете берді. Олар болса қайғыға қапаланған күйлері бір ауық үнсіз қалды. Паламет қана сабырлы қалпында болатын. Ахейлердің ішіндегі асқан айлакердің ойда жоқта ақылын жоғалтқанына ол күдіктеніп, Одиссейге қадала көз тігіп тұрған. Кенет Эврибаттан бейшара Лаэртиттің қашаннан бері ес ауысқанын сұрады. Эврибат іле жауап берді. Таң атқалы мейірім иесі. Тіптен бізге тамақ татқызудың өзі қиынға соғып отыр. Паламет айнала беріп жыртылған даланы көзімен шолды. Оның өзі ахейліктердің қай-қайсынан болсын, не патша, не қарапайым пенделерден де жер жыртуға келгенде кем түспейді. Ол Одиссейдің жер жыртумен қанаттағы айналыспағанын, бар жоғы бұлар келмеден түсіп, Одиссейдің үйіне келген аралықтағына жырта басқанын сезе қойды. Паламет бір іске бел буды. Ешкімге ләм деместен дереу қалаға қайтуға асықты. Серіктері болса, оның артынан таңырқай қарап қалысты. Паламет патша сарайына дейін жүгіріп барады да, бірден палатаға кіреді. Пенелопа әлі де ұлының бесігіне сүйеніп отыр екен. Бала бағушы әйел мен жақын күндері жұбатумен жүр.
Паламет кірген бетінде әйелдерді ығыстыра беріп, бесіктегі кішкентай телемакты көтеріп алды. У-шу болған әйелдерге қарағанда жоқ. Баланы бесік жамылғысына орап, үйден шыға берді. Күтуші мен күндер ұрының соңынан шыңғыры жүгірісті. Пенелопа болса бір тізерле жығылып, үрей ұшқан қалпы бос бесікті құшты. Бұл сәтте Пенелопа ұлы үшін оншама қорқа қойған жоқ. Оның жанын түршіктірген сұрақ енді Одиссейге қандай сын көлденең тартылғалы тұр. Күтуші әйелдер күндер Паламеттің соңынан қаншама жүгіргенмен жете алмады. Ал Паламет егіс даласына шыққан соң жыртылған жердің борпылдақ топырағымен жүріп келіп, қолындағы орауын Одиссейдің қарсысына 20 қадамдай жерге жайлап қойды. Эвриват балаға ұмтыла беріп еді, Паламет оны ұстап қалды. Бала шырылдап жылай бастады. Одиссейдің соқасы жылжып келе жатты. Сырт көздер болса ақыл ауысқан әке телемаққа не істер екен деп тықыршып тұр. Одиссей жегінін тоқтатқанда өгіздің тұмсығы баланың үстіне төніп ақ келіп еді. Амал нешік, өзінше қолынан келгеннің бәрін де жасаған болды. Уәдені бұздың деп Пенелопа енді кінәлай қоймас. Айласын асырып кетті бұлар. Паламеттің мұнысынан алдын біреу келтірер ау. Ендігісі түк сезбеген адамның шырайын таныту. Баланы қолына алған Одиссей Паламетке тақалып келді де таңданып болып сұрақ қойды. Уа, пендеден асқан данышпан, мейірімді Паламет, не боп қалды? Бұл жерге қалай тап болдың? Паламет қарсы тіл қатты. Алуан айлалы лайырттың ұлы-ау, сенің данышпандығын кімге, өзін дана санатқызар дейсің? Бұл жерге сенің достарын Атриттің Менелайымен, ердің ері Аргамемнонмен, сон ақжүрек әділдігімен аты шыққан Пилос патшасы Нестормен бірге келдім. Паламеттің шымшыма сөзі Одиссейді селт еткізбеді. Ол құлындағы баласын жүгіріп келген Эвриклейге ұстатты да, түк білмеген адамша өзінің даңқты достарымен сәлемдесті. Бірақ осы сәттен бастап Паламетке Одиссейдің іші жібіместей өшпенділік біткен еді. Үшінші бөлім. Итака айлағынан жүзіп шығуға 12 кеме әзірленді. 12-сі де сақадай сай, қара бүйір, қызыл тұмсық кемелер. Бұл кемелерге қару-жарақпен мұздай құрсанған жауынгер сиятында еді. Дегенмен Одиссейдің соңынан ерген кемелер айтарлықтай көпте емес. Мәселен, Пилостық Нестордың дружинасы 80 кемемен Авлидаға шеру тартты. Ал Агамемнон болса әрқайсысында жездері жарқыраған 100 жауынгері бар 100 деген үлкен кемелерге қолбасшылық етті. Ахейдің басқаларынан да 40-тан, 60-тан сап түзеген айбынды кемелер ағылып келе жатты. Жалпы алғанда дөңгелене біткен Авлида айлағында теңселген кеме саны 1200 болды. Сонда Ахей әскеріне Итака халқының айналдырған небәрі 12 кемесі қажет болып па? Жоқ, оларға қажетті итакалықтардың көсемі, данышпанның данышпаны айлакер Одиссей еді. Оның ақыл айласынсыз, оның кеңесінсіз Трояның берік қорғандарын мүмкін ешқашанда басып ала алмаста еді. Итакалардың жүзіп шыққан күні құдайлар 10 сапар тілегендей болатын. Оннан тұрған батыс желі майда зефир толассыз есумен болды. Ол айлақтың бетін болар-болмас жыбырлатып тұрды. Құз жартастар тізбегі айлақты теңізден қорғап тұрған сонда оған теңіз толқыны жетпейтін. Жол бойындағы зәйтүндердің шуылы естіледі. Ал таулардың өн бойы күн нұрына малынған. Тек қана тұтаса біткен ағашты етегінен әлсін-алсын бұлт көлеңкесі қалқып өтеді. Итакалық әскерлер өз кемелеріне жиналып жатты. Тек қана Итака емес, Итакаға қарасты Зам, Закинов және Дуйлхи араларының әрқайсысы кеме басы сайын тәуір деген 50 жауынгерін отырғызып аттандырған еді. Олар құдіретті найза лақтырғыштар, жаттыққан садақшылар, шаршауды білмейтін ескекшілер болатын. Тастақты жолмен қол-қол боп келісіп жатқандар айлақ жағалауына сапқа тұрысты. Жез сауыттары мен дулығалары жарқ-жұрқ етеді. Найзалардың жез ұштары да жоғарырақ тізіле жарқырайды. Жауынгерлердің қолында дөңгелек қалқандар. Тұс-тұстан жездердің шаңғыр-шұңғыр дыбыстары естіледі. Жиналған әскердің соңынан айқай сүренін салып, қала тұрғындары да ағылды. Кешікпей ақ айлақтың тар жағалауы халыққа лық толды. Ең соңында жол бұрылысынан әскер басылары көрінді. Олардың алдында зілдей сауытын киіп, қолына соғыс найзасын ұстаған Одиссей келе жатыр еді.
Оның билік дулығасының иіле біткен қыры сәуле шашады. Сол қырға тығыздап бекіткен жылқының қыл құйрығы арқасына қарай серпілген. Көсем иығына Пенелопа тоқыған қан қызыл мантияны алтын жапқан доғабаспен ұстатқан. Доғабастың бетінде бұғыға ауыз салып аңшы тазы бейнеленіпті. Оның өзі тап бір жаны бар сияқты бұлқынып қалтырағандай болды. Одиссейдің сонында патшаның ажырамас серігі құныс Эврибадке еріп келеді. Қолында әміршінің жалт-жұлт еткен өрнекті қалқаны бар. Итака көсемімен бірге кемелердің әскербасылары да келе жатты. Олар да биік-биік айдарлы дулыға киіп, сауыт сыртынан ұзын мантия жамылып, былғары жезден жасалған қалқан ұстапты. Бұлардың ішінде Одиссейдің күйеу баласы, ұзын бойлы, реңі сұсты жауынгер Эврилах көзге ерекше түседі. Қазымыр, қайсар мінезді ол, патшамен онша тату еместі. Оның есесіне жорық пен шайқастарға құдайлар бар зейінін аударған. Ол үшін қауырсынды жебе, айбарлы жез-найза үй ішінен де қатын баласынан да артық. Жорықтарда Одиссейдің сенімді көмекшісі еді. Қан қызыл, қара қоңыр плащ жамылған әскербасылардың ортасында хитондары ағарандап, Итаканың рубаслары геронттар көрінеді. Олар да әскерді шығарып салыспақ. Одиссейді қолтықтап келе жатқан досы Ментр қартая қоймаса да, бірақ халқы қатыр тұтқан дана геронт болатын. Патша аттанар алдында өзінің ұлын осы Ментрға тапсырған. Телемак үшін бұдан артық тәрбиеші, бұдан артық басшы бүкіл Итакадан табылмаста еді. Қатерлі сапарына құдайлар қорған болу үшін итакалықтар аттанар алдында құдайларға гекатомба шалмақ еді. Құрбандық шалынған соң, оның бір бөлігі жиналған халыққа беріліп, бір бөлігі құдайларға тарту етіледі. Егер құрбандықты құдайлар қабыл алса, онда адамдардың барлық тілегі орындалғаны. Телегай теңіз етіп сыйлаған дастарқан иесінің тілегіне кім қарсы келер дейсің? Жағалауға көгала түтін салып айқастыра тастаған ұзын-ұзын шөрке ағаштарды жаға бастады. Жанған оттардың айналасында гекатомбаға бағыштаған дәу-дәу ала өгіздер ыңырана сенделіп жүр. Олар бастарын қиқарлана шайқаса, алтын жалатқан қайқы мүйіздері күн көзіне шағылысып жарқ-жұрқ етеді. Жауырындары қақпақта екі жауынгер әппақ қардай өгізді көсем алдына көлденең тартты. Сол кезде ішінде суы бар, гүлге ораған ыдыс пен арпа салынған сауытты жалшы да ұсына берді. Әскер үстіне қою түтіні шалқып көтеріліп, сатыр-сатыр жанған от жалыны да лаулай түсті. Одиссей суға қолын шайып, өгіздің үстіне алтын реңдес арпа себеді. Іле құрбандықтың басынан бір шөкім жын қырқып алып, от ортасына тастады. Сон барып, бар ынтасымен құдайларға жалбарына дауыстады. Уа құдіретті күшті Зевс! Уа толқын тұрғызушы Посейдон! Олимптың басқа да құдайлары, жоғарғы әміршілері! Егер біз әменде ағыл-тегіл құрбандық беріп келген болсақ, онынан тұрған желінді бер, теңізіне сабыр бер, жолымызды оңғарып, Приамның халқынан алапатымызды артық ете көр. Барлық қалаларда бұл кезде ахейліктер құдайларға құрбан шалып, Трояны жеңу үшін жалбарынып жатыр еді. Бірақ құдайлардың бәрі бірдей құрбандықты қабыл алып, бәрі бірдей ахейліктерге қамқор болған жоқты. Одиссей өгіздің алқымын қылышпен орып жіберді. Сол сәтте өгіз балталанып та қалды. Кешікпей-ақ қанға боялған құм үстінде жілік-жілігімен бұтарланып жатты. Майға оранған сүйектердің үстіне кесек-кесек сұры беттер мен ішек қарын тасталды. Бұл құдайлардың үлесі еді. Одиссей оның үстіне шарап шашты да лаулаған жалынға тастады. Көсемнің соның ала әскербасылары да тасаттық бере бастады. Олардың жалбарынған үндері құрбан шалғандарынан кейін өкірген даусымен тұласып, тау-тасты жаңғырықтырды. Айлақ үстінде будақтай қалқыған қара қошқыл түтін созыла көтеріліп, тап бір Олимптың шын басын шалғысы келгендей шығысты бетке ала жөнелді. Құдайлар өз үлестерін қабыл алды. Мұнан кейін тасаттықтың тамағын ішіп жеуге болатын еді. Жауынгерлер ұп-ұзын 5 тісті шанышқыға құрбандық еттерін шаншып алып отқа қақтап жүр. Екі жалшы шарап құйылған көп торсықтың аузын шешіп жатыр. Іле жайпақтау келген балшық ыдыстарға қызыл күрең шарап құйыла бастады.
Сонсон оған қыл сағақ жез құмыралардан жалшылар мен мөп-мөлдір су құйып араластырды. Өйткені қоспасыз ешқашанда шарап ішілмейтін. Мұнан ары су қосылған шарапты балшық ожаумен көсіп ала отырып қырлы ыдыстарға құя бастады. Қырлы ыдыстар қолдан қолға қыдырып кете барды. Одиссей тағы да дауыстап құдайлардан жәрдем тілеп алды да қолындағы қырлы ыдысқа құйылған шарабын құмға шашты. Оның істегенін басқалар да қайталап құдайларға шашу етті. Сонсон тасастыққа қатысушылар өгіз терілерінің үстіне жайғасып, келтеп шақтарымен ет турап жеуге кірісті. Барлық ет желініп, шараптар түгел ішілген кезде Одиссей орнынан көтерілді. Оның соңынан басқалары да шаңғыр-шұңғыр у-шу боп көтерілсе берді. Енді аттанар кез келген еді. Шығарып салушылар да жылап сықтай бастады. Төңіректен азан-қазан айқай, судың шалқылы, ескектің тықылы, қару-жарақтың саңғыры естілді. Кешікпей ақ барлық кеме мұз құрсанған жауынгерлерге лық толды. Жол бойындағы зәйтін арасынан бір топ әйел көрінгенде, Одиссей достарымен бірге әлі де жағалауда тұрған. Әдет бойынша әйелдер гекатомба біткенше көрінбеуге тиісті. Енді қазір тарқатылған шашына жамылғы салған Пенелопа боп-боз болып, ағыл-тегіл жылаған күйі бәрінің алдында келе жатты. Оның соңынан жүгіре ілескен күтуші Эвриклеяның қолында кішкентай теле бар. Одиссей бұлардың қасына келді. Сол кезде Телемак көңілдене бұлдырлап, әкесінің иығына асқан жалтылдақ семсеріне талпына берді. Пенелопа болса еңіреп келіп Одиссейге бас қойды. Әйелдер де жылап сықтай бастады. Одиссей Пенелопаны аялаған күйе серіктеріне ұстата беріп, кішкене бөбегін соңғы рет көкірегіне басты. Сонсон кемелерге қарай шырақ жүріп кетті. Кешікпей ақ кемешілер де ұзын сұрақтарын шірей тіреп жағалаудан шегіне берді. Бірте-бірте жағалау мен кеме арасындағы су айдыны кеңейе түсті. Кернейдің ащы үні естілген сайын қас-қатар қалықтаған ескектер ерекше көңілділікпен серпілді. Итакалықтардың кемелері алыс сапарға бет түзеді. Ерке толқын жылтылдап, қара бүйіріне сәуле ойнатады. Ең алдыңғы кеме тұмсығында құдіретті күшті Одиссей тұр. Батырдың басындағы дулығасы алаулап, иығына төгілген жылқының қыл құйрығына жел қағады. Эвриклейдің иығына асылған Пенелопа торыққан күйі зар еңіреп қала берді. Жылай түс, патшайым, тағы да жыла. Сүйікті Итакасының тастақты жағалауына Одиссей енді қайтып оралғанша зарықтырған 20 жыл өтер.